Бір кәсіби гольфші ауыр турнирде жеңіске жеткеннен кейін клубтан кетіп қалды. Автотұрақта ол бір әйелмен кездесті. Ол баласының ауырып жатқанын және ауруханада жатқанын хабарлады. Оның ақшасы болмады және гольф ойыншысынан ауыр аурумен ауыратын балаға көмектесу үшін жеңіп алған ақшасының бір бөлігін беруін сұрады. Спортшыға оқиға қатты әсер етті және ол оған операцияны төлеу және баланы құтқару үшін барлық ұтыстарын берді. Бір-екі күннен кейін гольфші өз клубына оралды және бұл оқиғаны клубтағы кейбір достармен бөлісті. Кейбіреулер айтты: "О, жоқ, сізді алдады. Бұл әйел мұны бірнеше рет жасады. Бізге қатты ренжігені сонша, сіз тағы да бір құрбан болуыңыз керек еді. Бұл сіздің ақшаңызды иемденудің айласы ғана болды", деп айтыпты. Гольф ойыншысы: "Сонымен ауру бала жоқ па?" деп сұраса, олар: "Әрине жоқ". Содан кейін гольф ойыншысы: "Бұл ең керемет жаңалық", деп айтыпты. Әрқашан жақсы ойлаңыз және позитивті болыңыз. Жақсы ниетпен жасалған жақсылық әрқашан оралады.